біздің қазақтардың өмірі жатқан бір романтика ғой. Романтика емес, мелодрама дейші. Сосын бәріміздің өкпеміз, төбелесіміз, бір соғысымыз басталатын туысқандардың тойы. Пәленбай жыл көрмейсің ол туысқаныңды. Үлкен бір той болады, жиын болады, жиналасың. Разборка ғой. Міндетті түрде бір үлкен тойда бір соғыс болмаса, іші пысады. Әйтеуір ішінен біреу шығады бұқаланып. Әйел болсын, еркек болсын. Баяғы 20 жыл, 30 жыл бұрынғы өтіп кеткен әңгіме, әке шешеңнің разборкасы сол жерде айтылып тұрады ғой, тойдың үстінде. Немесе тойдың аяғында кетіп бара жатса, ұстап алып, мен саған айттым ба, сен осы жерде ақымақ болдың ғой деп айтып тұрады. Деген бір романтика емес, жалпы біздің өміріміз жағында романтика болатын шығар аңқау кезінде да. Ары қарай айналып драма, триллер, фантастика, ойбай, криминал, барлығы соның ішінде ғой. Роман ғой, роман. Әрқайсыңыздың әулетіңіз туралы роман жазып кино түсіру керек. Солай.